Келесі 427 есептің біріншісін шығарайық. 12-ден 7 қосылған 20-дан 7. Ортақ бөлімі бізде 60 саны болады. 60-ты 12-ге бөлсек 5 болады. 60-ты 20-ға бөлсек 3-ке тең болады. Сонда бөліміне 60 көбейтсек 35 қосылған 21 болады. Сонда 60-тан 56-ға тең. Қысқартатын болсақ 15-тен 14-ке тең болады екен. Яғни 4 санына қысқартып тастадық. Келесі екіншісі 8-ден 3 қосылған 18-ден 1. Ортақ бөлім болады 72 санынан. 72-ні 8-ге бөлетін болсақ 9-ға тең болады. 72-ні 18-ге бөлетін болсақ 4-ке тең болады. Бөлімінде 72 көбейтіндісі 27 қосылған 4-ке тең. Сонда 72-ден 31-ге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 12-ден 1 қосылған 14-ден 11 тең. Ортақ бөлім болады 84 санынан. 7-ден береміз. 84-ті 14-ке бөлетін болсақ 6-дан береміз. Онда бөлімінде 84 болады. Көбейтсек 7 қосылған 66 тең. 84-тен 73-ке тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 15-тен 2 қосылған 12-ден 7 тең. Ортақ бөлім 60 санынан болады. 5, 4, 60 көбейтсек 8 қосылған 35 тең болады. 60-тан 43-ке. Келесі бесіншісін шығарайық. 14-тен 9 азайтылған 12-ден 5. Ортақ бөлім болады 84 санынан. 6-дан береміз, 7-ден береді екенбіз. Бөлімде 84, 54 азайтылған 35 болады. Бестен 84-тен 19-ға тең болады екен. Келесі алтыншысын шығарайық. Так, 75-тен 19 қосылған 50-ден 7. Ортақ бөлім 150 санынан болады. 3-ден береміз, 2-ден береміз. Сонда бөлімде 150 көбейтетін болсақ 38 қосылған 21 тең. Сонда 150-ден 59 санына. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 428 есептің біріншісін шығарайық. 28-ден 25 азайтылған 21-ден 2 тең. Ортақ бөлім 84 санынан болады. 4-тен береміз, 3-тен береміз. Бөлшектің бөлімі 84. Көбейтетін болсақ 75 азайтылған 8 тең болады. 84-тен 67-ге. Келесі екіншісін шығарайық. 54-тен 41 азайтылған 72-ден 35. Ортақ бөлім бізде 216 саны болады. 3-тен береміз және 4-тен береміз. Сонда 216 көбейтетін болсақ 164 азайтылған 105 тең. 216-дан бізде 59-ға тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық.
21-ден 20 азайтылған 14-тен 3. Ортақ бөлім бізде 42 саны болады. 2-ден береміз. Так, 3-тен береміз. Сонда бөлшектің бөлімі 42 болады. 40 азайтылған 9. Сонда 42-ден 31-ге тең болады екен. Келесі 4-шісін шығарайық. 143-тен 40 қосылған 110-нан 39. Ортақ бөлім болады бізде 1430 саны. Яғни 10-нан береміз. Мынаны 13-тен береміз. Бөлшектің бөлімінде 1430 болады екен. Көбейтетін болсақ 400 қосылған 507 тең 1430-дан 907-ге тең болады екен. Келесі 5-ші есебін шығарайық. 140-тан 43 қосылған 150-ден 41. Ортақ бөлім 2100 санынан болады. Біздер 14-тен береміз. 140-ға 15-тен береді екенбіз. Сонда 2100 көбейтетін болса 645 қосылған 574 тең 1219 бөлінген 2100 болады. Келесі 6-шысын шығарайық. 80-нен 73 азайтылған 100-ден 37. Ортақ бөлім 800 санынан береміз. 8-ден береміз. 10-нан болады. Сонда 800 730 азайтылған 296 тең. 800-ден бізде 434 кетем болды. Қысқартып жіберейік 2 санына 400-ден 217 кетем болады. Сонымен есебіміз аяқталды.